Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Al-Fiqhul Muyassar kitabını оқударға жалғастырамыз. Ораза бөлімі. Амман тухраджу садақатул фитр. Фитр садақасы кімдер үшін беріледі? Яджибу ай юхриджал инсану садақатул фитр. Адам баласына фитр садақасын шығару міндет болады. Кімдер үшін? Бірінші ан нафсихи, өзі үшін. Яғни өзі үшін садақа шығару керек болады, міндет, егер де жаңағыдай мал дүниесі нисап мөлшеріне жеткен болса. Ва ан ауладихи сигарил фуқара. Екінші, кедей, кішкентай балалары үшін шығарады. Кедей, жас, кішкентай балалар үшін шығарады. Әмма иза канал ауладу агния. Егер де балалар бай болатын болса, фатухраджу садақатул фитри мин амвалихим. Онда фитр садақа сол балалардың мал дүниелерінен шығарылады. Вала яджибу аля ар-раджули ан юхриджа садақатул фитри ан заужатихи, валакин иза табарра'a биха джаз. Ер адамға фитр садақаны әйелі үшін шығаруы міндет емес. Алайда оған жақсылық жасау мақсатында, оған қайырымдылық ету, бір Аллах Тағалаға жақындау мақсатында беретін болса рұқсат. وكذا لا يجب على الرجل أن يخرج صدقة الفطر عن أولاده الكبار الفقراء إذا كانوا عقلاء. Сол сияқылды ер адамға кедей үлкен балалары үшін фитр садақа шығаруға міндет емес. Шығаруы міндет болмайды. Егер де балалар ақылды болатын болса. Яғни кедей балалар, кедей ақылды үлкен балалар үшін фитр садақасын шығару міндет болмайды. Валакин иза табарра'a биха джаз. Бірақ жаңағыдай жақсы жасау мақсатында Құдай Тағалаға бір сауап ниетімен істейтін болса, жазы, рұқсат. Әмма иза канал ауладул кибарул фуқарау мәжанин. Ал егер де кедей үлкен балалары жынды болатын болса, ақыл есі дұрыс емес, жынды болатын болса, фалваджибу алейхи ан юхриджа садақатул фитри анхум. Онда соның әкелеріне фитр садақаны солар үшін шығару міндет болады. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.